Ассаламу алейкум, сіздермен Үрбіш каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте ерекше қаттаманың жасалу әдісімен бөлісетін боламын. Мен бұны дәл осындай қаттаманы жасап сататын апайдан үйренген болатынмын. Сонымен сіздермен де бөлісе кетейін деп арнайы осы видеоны түсірдім. Соңына дейін көріп, бағасын беруді ұмытпаңыздар. Ендеше қамыр үшін жылы сүт, сосын дәл осы ыдыспен көлемде бірдей етіп жылы суды өлшеп аламыз. Тұз қосып, бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырыңыз. Міндетті түрде ұнды елек немесе ситон көмегімен жақсылап өткізіңіз, сонда қамырды илеген кезде арасында іртіктер болмайды. Ұнды бірденен көп қосып жібермеңіздер, аз-аздан қосып отырып илеңіз, өте жұмсақ қамыр болып қажет. Бұл енді пеште піспейді ғой, самса сияқты жарты сағат тұрмайды. Жаңағыдай табада біз тез пісіріп алатын болғандықтан, өте тез пісу үшін қамырдың жұмсақ болуы маңызды. Бір илеп болғаннан кейін қайтара осы видеодағыдай екінші рет үстінен басып июін қандырып аламыз. Дәл осы тұрған жерінен бір 3-4 зуалаға, яғни 3-4 бөлікке бөліп, тағы да дөңгелекше етіп илеп қоясыздар да, бір 5-10 минутқа бетін жауып тұндырып қойыңыздар. Сонда жақсы жайылатын болады. Қамырды жаюды бастаймыз. Бір-екі кеңестермен бөлісе кетейін. Қамырды жайылмастан бұрын осылай көбірек ұнға малып алған дұрыс. Одан кейін қолымызбен әдемілеп дөңгелек пішінге келтіресіз. Сосын оқтаудың көмегімен тек қана шеттерін ғана осылай басып шығыңыз. Сонда ортасына кішкене дөңгешек қалдырсаңыздар, ол сізге ориентир болады. Қазақша контентті парақшаның дамуы үшін үлесіңізді қосыңыз, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ұнды жақсылап тағы да сеуіп алып, қараңыздар, оқтаудың тек екі шетін ғана басамыз, қамырға теспейміз. Осылай жаятын болсаңыздар, сіздердің қамырларыңыздың шеті бір келкі болып шығады және өте тез жайылады. Бар күштеріңізді салмайсыздар, тек қана оқтаудың екі шетін ғана басып айналдыра бересіздер. Көрдіңіздер ма? Бұл қамыр енді жұмсақ илет қой, сондықтан бұл созылмалы болып келеді және жаю да өте тез, бір шамалы бір 4-5 минуттарыңыз ғана кетеді. Міне толықтай біттік, бір зуаласын, қараңыздар қандай әдем болып тұр. Енді біз бұл қамырды бір шетке қазірше уақытша ала тұрамыз. Екінші қамырды да солай тез-тез жайып алуымыз қажет. Енді үстіне ертілген сармайды құямыз да бір келкетіп жағып шығамыз. Мен өзім маргаринді аса пайдаланбаймын. Маргарин пайдалансаңыздар да болады, енді оның артық суы көп болады. Үстіне көк пияз болса, ұсақтап турап қосып жіберсеңіздер, тіпті керемет, өте дәмді болып шығады. Бетіне беттестіріп, әуелгі бірінші кездегі жайып алған немізді қамырымызды қоямыз осылай. Оған да ертілген сармайды құйып, жағып, көк пиязымыздан себеміз. Шеттері кішкентай болғандықтан осылай айқастырып қойып, шамамен 2 саусағыңыз тура келетіндей бір 3-4 сантиметрде аралығында етіп, осылай кесіп шығамыз. Негізінде самсаны орап кесетін еді қой, қатпарлы болу үшін. Ал дәл қаттаманы дәл осы әдіспен жасап көрсеңіз, өте дәмді және араларының май кіріп, пісуі де өте ыңғайлы болады екен. Енді дөңгелетіп аламыз. Аса қатты үлкен етудің қажеті жоқ. Міне көріп тұрғандарыңыздай бір жұдырықтай ғана дөңгелектің пішін солай шығу қажет. Барлығын осылай етіп бір келкетіп кесіп шығамыз да, дөңгелетіп жатқан кезде әуелгі бастағы біздің жасап қойған қамырымыз бар ғой, сонымен бірдей болатындай етіп, шамалас етіп істеп шыға бересіздер. Сондай әдемі жұмсақ қаттамамыздың қамыр дайын болды. Мен бұны түнге қарай жасадым. Таңертең пісіріп қою үшін осылай салафандарға салып, холодильникке түнге қарай қалдырып, негізі бәрібір де холодильникке салу керек. 1 сағаттай тұру керек, арасындағы майы сіңуі үшін. Майы сіңіп әдемі жұмсақ болып тұрады. Одан бетпестер жаюға ыңғайлы болады. Ұнның аса қатты ұнның қажет емес. Тура осы тұрған жерінен жұқа етіп жаясыздар. Барлығын осылай бір келкетіп жайып алдық. Енді пісіреміз. Табамызға сұйық майды аз құямыз және орташа отта болу қажет. Тым төменде болмайды, тым қатты да болмайды. Сосын қамырды қойғаннан кейін міндетті түрде осылай айналдыра отырып пісіреміз. Бастапқы уақытта 20 секундтай айналдырамыз. 10 секундтай осындай тұру қажет, өзі майға пісіп, және айналдырып
қайтадан осылай пісіре береміз кезекпе кезек. Астыңғы бөлігі, бірінші салған бөлігіміз 1 минуттан аса уақыттан кейін осылай қызара бастайды. Екінші бетке аударғаннан кейін екінші беті бірінші бетіне қарағанда тез піседі. 30 секунд 40 секундтарда. Екі беті бірдей қызарып болғаннан кейін аласыздар. Алғаннан кейін астыңғы жақта бұл жаңағыдай пісірген сұйық майдың бәрін өзіне тартып алады. Сондықтан келесінде де азып сұйық майды құйып, қамырымызды салып, айналдырып пісіріп ала береміз. Бұны ыстықта жесеңіздер енді тіптен керемет қой. Қараңыздар, түрінің өзі, көрінісінің өзі сондай әдемі. Мен мұны таңертеңіз пісіріп бердім. Бестің шайына дайындап берсеңіздер де өте жақсы үйлеседі. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған келіндеріңіз Үрбіш Әмірқызы.